Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Маған қаптап жазып жіберіпті, жеке беші звонить етіп, неге тіл туралы айтпайсың, тілді айтпайсың деп. Содан ойландым да, мен не үшін тілді айтайын деп ойланып қарадым. Бүткіл біздің депутат, парламент бәрі Аманат партиясы бар ішінде сайрап жатқан. Бәрі 90-да 95% қазақтар. Оларға не үшін мен тіл айту керекпін, олар өздері қазақ қой деп. Сөйтіп кешегі Ринат Зайытов бар біраздары біз орыс тілінің орнын мәртебесін ауыстырып, оны қазақ тілімен қатар деп алдық дейді да. Байқұс жетімдер ай дедім. Енді Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сіз қазақ ұлтының азаматы ретінде депутаттар, біздің палатадағылар, аманатты арқалап жүргендер өздерінің анасын білмейді екен. Жетімдер екен олар. Ана тәрбиесін көрмеген екен. Ана сүтін ембеген тастанды балалар екен. Тастанды балалардың әкесі де болмайды, демек оның отаны да болмайды. Сондықтан мен сізден өтінемін, бүткіл палатаны тазалап, әкесі мен шешесін танитын, анасын сыйлаған, әкесін пір тұтқан азаматтарды алсаңыз жұмысқа. Ал әкесін сатып, анасын сатып, қаңғып жүргендерді қалай ел қыласыз? Сіз оқыған азаматсыз ғой, мен ойлаймын, білікті азамат деп. Дүниежүзілік саясатта жүрген соң, мына жетімдердің бәрін жіберіп, әке тәрбиесін көрген, шеше қолынан нан жеген, ана сүтін емген азаматтарды алыңызшы. Мына жетімдер жақсылыққа бармайды. Бар болыңыз ағай.